Қайырлы таң, 11 сәуір, көңіл күй тамаша. Депрессия қандай жандар жиі түседі және одан қалай шығамыз? Өзіне деген сенімділігі жоғары адам қандай да бір сәтсіздіктерге ұшыраған кезде депрессияға түседі екен. Оларды жан-жағындағы адамдар және де басқа адамдар не деп айтып жатыр деген ой толғандырады екен. Негізі бізге сырттан баға керек емес. Барлық жұмыстарды жасап көрдім, тырыстым, арым таза, ешкімге жамандық жасамадым деп қорқыныштан арылу керек. Әр жұмысыңызды жасағанда өзіңізге ғана ұнағасын жасауыңыз керексіз. Сіз сәтсіздікке ұшыраған кезде одан қайта тұру маңызды. Күрделі іспен айналсаңыз, ол сіздің қолыңыздан келу керек. Ештеңені ойламай, бар уақытыңызды жасап жатқан жұмысыңызға арнап, және оны махаббатпен ләззат алып жасасаңыз, бар күш-қуатыңыз өз бойыңызда болып, жақсы нәтижелерге жетесіз. Бәріңізді айналаңызға нұр шашып жүретін, жарқырап, жайнап жүретін, күліп жүретін, аузымызды ашсақ тек қана жақсы сөздер шығатын жанға жан болуға шақырамын. Бәріңізді әрқашанда жасампаз күйде жүрейік.